Kanalıma hoş geldinizler. Bugün bizde жаңа видео. Описаниеде көріп тұрғандарыңыздай, бүгін біз пицца мен пирог жасаймыз. Мен описаниенің астына пирогтың және пиццаның ингредиенттерін жазып кететін боламын. Бірінші біз пиццадан бастаймыз. Жаңа біз 2 жұмыртқа қостық, 9 қасық майонез, 9 қасық қаймақ қостық. Енді осындай қоймалжың сұйықта осындай кішкене рецепт шығады. Енді бізде келесі 9 қасық ұн қосамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Осындай қоймалжыңдау қаймақ сияқты рецепт шығады. Достар, осы енді пергаментті осы қазанның үстін қойып қиямыз. Өз қалауларыңыз бойынша рецептке үйдегі бар заттарды қоссаңыздар болады. Бізде үйде тек колбаса болғандықтан колбаса қосамын. Енді осы қоймалжың біздің рецептімізді осы қазанға құямыз. Бұл пицца бізде 5 минутта дайын болады. Үстіне біз колбаса қосамыз. Осы тауық еті мен жылқы еті араласқан қолдың шұжығын қосамыз. Достар, енді осы жасап болған пиццамызды газге қойып 5 минутқа пісіреміз. Астын осындай орташа отта қоямыз және де қақпағын 5 минутқа жауып пісіріп аламыз. Оған дейін біз пицца пісіп болғанша пирогтың тесталарын дайындайық. Бірінші бізге керегі 2 жұмыртқа, шым-шым тұз қосамыз. Көз мөлшерімен 150 граммдай құямыз. Біз жартысын бөліп алдым. Осыны газге қойып, орташа отта ерітіп аламыз. Енді пиццамыз дайын тұр. Міне осылай бізде май тез ериді. Сондықтан қасында осылай күтіп қарап тұрамыз. Енді осы сары майды миксермен араластырамыз. Міне осы сары майымызды құйып болдық. Енді осыны қазір жақсылап миксермен араластыруымыз керек. Осы ұнды қазір біз өлшейміз. Бізде 248 грамм болып тұр. Көз мөлшерімен өлшеп қосамыз. Енді осыны миксермен жақсылап араластырып аламыз. Енді осы қопсытқышты жарты қасық қосамыз. Енді міне осыны араластырып алып, енді осыны қосамыз. Осындай теста шығады. Біз осыны енді пешке саламыз. Достар, міне біз пергаментті жайып, майлап қойдық. Енді осы тестаны үстіне құямыз.
180 градуста 20-25 минутта пісіреміз. Енді мынау 180 градуста тұр, осыны 20-25 минутқа қоямын. Енді піскенін күтеміз. Достар, біздің пирогымыз пісті. Сәл күйіп пісіпті, ештеңе етпейді. Енді келесіде одан да жақсы болып піседі деп күтемін. Енді қазір осыны осы табаққа салып, суытып, кесіп жейтін боламыз. Достар, мен осыны кесейін деп жатырмын, міне. Осындай болып шықты. Бұда біз майын аз қосып қойдық па, бірлет бізде одан да күшті шыққан. Енді осыны жейміз қазір. Мен описанияға қалдырып кетем, соны ингредиенттерін қарап істесеңіздер болады. Мені белгілеп кетсеңіздер де болады. Лайк басып тіркелуді ұмытпайық. Достар, біздің пирогымыз пісіп шықты, осылай кесіп қойдық. Қазір осымен бірге шай ішеміз. Алдында мен пісіргенде пюрешный күшті болып шығып еді, бірақ осы жолы сәл басылып қалды, ештеңе етпейді. Келесіде мен одан да әдемі қылып пісіретін боламын, бірақ кішкене түрі онша емес болса да дәмі тәтті, өте күшті болып шықты. Достар, егер де менің видеом ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпайық. Сау болыңыздар!